Кейде мұғалім заңға сүйеніп сабырмен бір мәселені айтады. Айқайсыз, ұрыссыз, қорқытусыз. Бірақ содан кейін не болады? Бірден емес, ақырын, қосымша есептер, кенеттен тексерулер, құжаттан қате іздеу. Ұжымға былай айтады екен, ол қиын адам деп саған қарсы қояды. Бұл нәрсе өз басымнан өткен. Бұл не? Бұл ашық қысым емес. Заң бойынша бұл қудалау деп саналады. Маңыздыны түсіну керек. Заңды талап еткен мұғалім кінәлі емес. Ол өз құқығын мәдени түрде қорғап отыр. Мұндай жағдайда не істеу керек? Біріншіден, бәрін эмоциясыз қабылдау. Екіншіден, барлық тапсырманы жазбаша сұрау. Үшіншіден, жалғыз қалмау, профсоюз, әріптестер, заң бар. Егер жүйе шындықты айтқан адамға қарсы жұмыс істесе, мәселе адамда емес, жүйе. Ал жүйе заңмен ғана түзетіледі.